Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен жолдас. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатын бөлке нанның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. 1 шай қасық ашытқымызды салып, араластырамыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Шекерімізді салып, араластырамыз. 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне ерітілген сұйық майымызды салып, араластырамыз. Ұнымызды қасықпен жай-жай сала отырып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Алғашында қасықпен, сосын қолмен илеймін. Ұнымызды жай-жай салып отырсақ, бөлке нандарымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Ұнымызды бірден көп қып салып жүруге болмайды. Қамырымызды илеп болдым. Енді үстіне сұйық май жағып, 1 сағатқа қойып қоямын. Енді қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай дөңгелек етіп жасап алып, сосын қамырымызды жаямыз. Қамырымыздың қалыңдығы 1-2 сантиметрдей болу қажет. Қатты қалыңдап, не жұқарып кетуге болмайды. Мен салмасына варенье қолдандым, қарақат вареньесін. Сіздер өздеріңіз қалағандай жаңғақпен немесе басқа да заттармен жасасаңыздар болады. Осылай бәрін істеп болған соң бетін 10 минутқа жауып қойып қойдым. Сосын бетіне жұмыртқа жағып, қызып тұрған пешімізге пісіріп алдым. Міндетті түрде пешіміз қызып тұру қажет. Дайын болды. Өте дәмді, жұп-жұмсақ болып шықты. Дәл осы рецептпен сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып қоюды ұмытпаңыздар.